Не жаққа, Қаламқас жаққа барып келейін деп. Теңіздің тартылуы анау мынау сол бір. Анда уже доступ бәрін беріп тастап, ішіне кіріп, дамба жаққа да. Журналист болдыр ғой. Мен негізінде блогерлікпен 2010 жылдан бері бастадым да. 2010 жылдан бастап осы жазып, кішкене бір қызығып, студент кезіммен Алматыда оқыдым ол кезде. Ол кезде мынандай Ақтауда андай өмірімде ешқайда шығып көрген жоқпын ғой енді. Манандай не істеп қаладан шығып көрген жоқ. Атырауға барып келдім болды өмірімде 2010-ға дейін. Сосын Алматыға түскен кезде бір кішкене көзім ашылды. Күшті де Алматыда ол кезде. Студенттер кілең продвинутый, газонның үстінде ноутбукпен отырады. Кинода көресің ғой енді ондайларды. Бізде қасқа газон да жоқ Ақтауда. Ондай кезде, ол кезде. Ауыл ғой енді. Енді ол кезде біз енді қала деп ойладық қой. Ақтау анау мынау енді көрмегесін. Алматыда бар көз ашылып кішкене бір адамдармен сөйлесіп бір көз қарасым өмірге кішкене өзгертті. Өзім мен лично эколог емеспін. Эколог мамандығы емеспін. Мен қалай айтсам болады. Экоактивист дейді мысалы да. Болады ғой? Сондай понятие. Мен өзім просто мусорды көрсем жерде де, далада, айдалада бір мусор көрсем, өзім ішкі құрылысым сондай алып, сол мусорды алып кетіп, машинаға салып, сондай да, сол алып кетіп береді да, көргім келмейді, көре алмаймын мен мына жерде. Көзіме кәдімгі сүйелі болып тұрады да, даладағы мусор. Білмеймін енді, солай да өзім. Бұлай енді мен манағындай, мынау не үшін ондай болып жатыр, климат ауысып жатыр, анау ауысып жатыр, мынау соның кесірінен мынандай болып жатыр деген менде ондай не жоқ, білімім жоқ. Мен просто қарапайым баламын да, адаммын да, просто қарапайым адаммын. Өзімнің жеріме просто жаным ашиды да. Сосын көріп отырған мәселелерімді, оған үлкен бір маман болып қажет емес бар ғой, қазіргі мына теңіз тартылып отырғанына байқалуына да. Үлкен маман болып қажет емес, көзіммен көріп отырмын ғой, өмір бойы осы жақта тұрып отырған өмір бойы осы жақта тұрып жатыр Маңғыстауда, Ақтауда теңізге түсіп келе жатыр кішкентай кезімізден. Көріп отырсың ғой. Мына бара. Мынаның бәрі кезінде мына нежеге дейін несі көріп тұр да, границасы көріп тұр да, шекарасы міне даже. Кезінде мынаның бәрі теңіз болды. Теңізге осы жаққа дейін келді міне. Кәдімгі көріп тұр қара. Құмға дейін. Қалғаны мына неге кішкене бір суланып тұрған жерлер кезінде теңіз болды. Тартылғаннан қара қазір неше метрге тартылып кетті, 10 метр. Ана жерге суға түсуге болатын еді адамдар, мұнда келіп суға түсетін еді. Жоқ қазір, қара. Не болып отыр? Мынау Ақшұқыр.
Айттым мен кеше. Енді бір жарты сағаттай сөйлестік. Ол өзі хабарласты. Иә, енді білетін шығарсың не үшін хабарласқанын. Иә, ана не штрафқа. Штрафқа, иә. Айтып берсеңіз. Телефонмен ба? Телефонмен, сол телефонмен өзі соғып, мен шынымды айтсам даже, как сказать, не ожидал даже. Күткен жоқ. Бірақ енді телефон соғып тұр. Сосын осылай деп таныстық. Енді құрдас қой 90-шы жылғы. Бір-біріміз түсініп, кішкене не істедік, сөйлестік. Мана көп мәселелерді айттым енді. Айттым ғой енді, конечно, енді заң бұзсам, бұзғанда шығарым. Да? Манағындай не істеп, заповедный зоналарда мысалы түсіруге болмайды ғой енді. Беспределім түсіре берсе де ол да несі қалады дегендей да, дронмен. Бірақ мәселе енді кішкене заң бар, ладно, да? Бірақ заңды білесіз ғой, манағындай не екен. Беспределіне тек қарамайды да, кімнің ойы қандай болғанына, мысалы біреулер болады, манағы сол заповедный зонаға қарамастан бар құстарды өлтіреді, атады, охотаға шығады, мысалы аңшылыққа шығады дегендей да. Кешеде мен де айттым да, сол кімге, министрге, мен түсіремін да, мысалы соларды әдемі жерлерін түсіремін, не істеймін, көрсетемін халыққа да, оны барып қарайды. И манағы табиғатқа, қоршаған ортаға сүйіспеншілік кішкене пайда болады. Сен мысалы көрсең, фламингоны көресің да, Маңғыстау, білмеймін, Қазақстанда фламинго бар ма деп біреулер шығады ғой. Ойбай деп, әдемі ғой деп та, тиіспеңдер ол құсқа деп. Атпаңдар құстарды, аңдарды атпаңдар, давайте бережно относиться к природе дегенде адамдар көбейіп бастайды ғой, сүйіспеншілік арқылы. Мысалы да, бір факт айтайын деймін да, маған полиция қызметкерлері соғады. Еще мана инспекторлер бар ғой, енді жақсы, нормальный инспекторлер ғой, ішінде манағындай бәрін түсініп отырған да. Солармен араласам кезінде, олардан айтады, Айзеке дейді да, сен түсіріп бастағаннан дейді, осы Қаракөлді дейді да. Кезінде браконьерлер топ тұратын еді, браконьерлер көп еді дейді да, біз шаршайтын едік дейді да, қуып дейді. Қазір вообще келмейді дейді ғой жаққа. Қорқады дейді да, түсіріп алып, дронмен біреу түсіріп алып ертең. Мына жердің бәрі сол. Мына жақтың бәріне дейін теңіз болған ғой кезінде. Даже Ақшқұрдың адамдары айтады, осы жақта тұрып отырғандар, 2-3 жыл бұрын мына жерге дейін барды теңіз. Қазір қара тартып отыр. Қалай тартып отыр? 2023 жылы қазір айта алмаймын, что теңіз деңгейінің орнына қайтадан келеді деп те. Мына тұрсын. Қазір да бұл сол жылда 2023 Қазір емес, кеше емес, даже 10 күні, 2 жыл бұрын, 3 жыл бұрын уже дабыл қағылу керек еді. Мынау, білмеймін, не айта алмаймын мен бар ғой, не болып жатыр қазір. Страшно. Мен қорқам, қазір қорқып отырмын, көріп отырғанмын, шынымды айтайын.